Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде поэзия менің жүрегімде атты шығармашылық кеш өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған шараға жоғарғы оқу орындарының студенттері қатысып, сүйікті ақындарының өлеңдерін оқыды. Кеш 3 кезеңге бөлінді. Алғашқы бөлімде поэзиядағы жолы дара бұрынғы ақындардың өлеңіне шолу жасалды. Абай, Мағжан, Мұқағали сынды өзге де дара тұлғалардың туындылары ортаға салынды. Екінші кезеңде жергілікті ақын ұл-қыздардың шығармалары оқылды. Кештің соңғы кезеңі өмірден озған жергілікті ақындардың рухына арналды. Қазақ поэзиясын насихаттау ретінде поэзия менің жүрегімде деген тақырыппен ашық микрофонды өткізіп отырмыз. Бұл микрофонды ұйымдастыруға басшылық мұрындық жасап отырған Қазақ тілі және журналистика кафедрасы мен және осы университетіміздегі студенттердің күшімен ұйымдастырылған мұрагер шығармашылық бірлестігі. Поэзиялық кеш осымен екінші рет ұйымдастырылуда. Осы жолғы шараға сүйікті ақындарының өлеңін оқуға 50-ге жуық студент қатысты. Жастар және аға буын әпкелеріміз, ағаларымыз бұл жерде өзінің сүйікті өлеңдерін, белгілі авторлардың өлеңдерін оқи алады, өз шығармашылығынан өлеңдер оқи алады. Бастамашыл жастар өлең оқудан тыс театр өнеріне де баса назар аударады. Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері қарашаның 14-і Қамар сұлу роман желісі бойынша спектакль қоятын болады. Гүлден Төлеген, Қанат Ахметжанов, ертіс ақпарат.